Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбелі шарлотка пирогын пісіретін боламыз. Өте дәмді, ерекше, жұмсақ пирог болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда басқа да қызықты рецепттер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Ендеше жұмысымызды бастаймыз. Үлкенде ыдысқа 4 жұмыртқаны қантты салып, миксермен ағарғанша көпіртіріп аламыз. Осы орайда шым-шым тұзды салуды ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап, ағарғанша көпіртіріп тұрамыз. Дәл осылай ағарып көтеріліп шығу керек. Енді оның үстіне бөлме температурасында жұмсап тұрған сары майды қосамыз. Оның үстіне сүзбені саламыз. Тағы да миксермен жақсылап араластырып аламыз. Біздің массамыз дайын. Енді оның үстіне ұнды електен өткізіп саламыз. Оның үстіне ванилин қопсытқышты қосамыз. Миксермен не болмаса венчиктің көмегімен де араластырып алуға болады. Қою қамыр дайын болады бізде. Міне дәл осылай қоюлықтағы қамыр дайын болады. Енді осыны пергамент салынған формаға жайғастырып шығамыз. Менде 26 диаметрлі форма. Негізі одан кішілеу формаларға да жасауға болады. Мен үлкендеу етіп жасадым. Осы орайда пешімізді 180 градуста қыздырып қойған болуымыз керек. Енді алмаларды тазалап, сыртын ашып, ортасын бөліп, ішін тазалап, осылай жұқалау бөліктерге бөліп турап аламыз. Менде орташа көлемдегі 3 алма кетті. Енді оны пирогтың үстіне жайғастырып шығамыз. Өздеріңіз қалағанша әдемілеп жайғастырып шықсаңыздар болады. Достар, осы орайда айта кететінім, менің арнамда тағы да басқа өте оңай тәттілердің, пирогтардың рецепттері бар. Өтіп көрсеңіздер болады. Міне барлық алмаларды салып болдық. Біздің пирогымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 30 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Беті көтеріліп, қызарып шығуы керек. Оны біз шпажканың көмегімен тексеріп аламыз піскенін. Кішкене суытып барып, формасынан шешетін боламыз. Дәл осы видеодағыдай шетін пышақпен шығарып аламыз, сосын формасынан шешетін боламыз. Менде дәл осылай көтеріліп шықты. Негізі бұдан кішілеу формаға жасасаңыздар, одан да жақсырақ көтеріліп шығатын болады. Бетін әсемдеу үшін қант ұнтағына осылай сеуіп қоямыз. Сіздерге кесіп қазір ішін көрсететін боламын. Өте жұмсақ, иісі деген өте керемет. Міне қараңыздар, өте әдемі болып шығады. Шарлотка пирогынан ерекшелігі сүзбе қосылғандығы болады. Сүзбелі шарлотка деп аталады. Өте дәмді, ерекше дәмді болады. Жасап көріңіздер, сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деп ойлаймын. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.